Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан 46-шы сабақ О дыбысына берілген екінші тақырыппен танысатын боламыз. Кәне алдымен сөздерді бірге оқып шығайық. Ұнтақ, ұр, ұршық, ұрт, құрт, ұзақ, тұзақ, құс, ұшқыш, қолын, қолан, қолақ, қорық, ұзын, құндыз. Бұл сөздерді үйден оқып, жақсылап жаттық. Келесі қарайтын болсақ, астында сызба берілген. Осы сызбаға сәйкес біздер екі сөзден тұратын сөз тіркестерін құрастыруымыз қажет. Кәне, ақ қандай деген сұраққа жауап береді, ал ұнтақ, құрт деген сөздер не деген сұраққа жауап береді. Сонда ақ, ұнтақ, ақ, құрт. Қандай құрт? Ақ құрт. Ақ не? Ақ құрт. Келесі ұзын. Қандай деген сұраққа жауап береді. Құрық не? Құлақ не деген сұраққа жауап береді. Ұзын құрық, ұзын құлақ деген сөз тіркестерін құрастыруға болады. Енді астында тағы да сызба берілген. Бұл жерде екі сөзден тұратын сөйлем құрастыру қажет. Не ұшты, не қонды деген сұрақтар берілген. Енді жанындағы суреттер бойынша сөйлемдер құрастырамыз. Не ұшты? Ұшақ ұшты. Не қонды? Бүркіт қонды. Келесі астында тапсырма берілген. Бұл жерде ұлан, ол ұлан, мынау құрман, құрман дарынды оқушы деген сөйлемдер берілген. Енді осы сөйлемдерді рет-ретімен орналастыратын боламыз. Мынау құрман, құрман дарынды оқушы, ол ұлан деген үш сөйлемнен тұратын мәтін құрастырдық. Келесі астында тапсырма берілген. Бұл жерде біздер сурет бойынша мына сөз жұмбақты шешуіміз қажет. Алдымен бірінші тұрған ненің суреті? Ұлудың суреті. Ұлу. Екінші тұрған ұшақтың суреті. Ұшақ. Үшінші бұл ұшқыш. Төртінші тұрған бұл ұршық. Жіп иіретін құрал, ұршық. Суреттер бойынша біздер бұл сөз жұмбақты шештік. Келесі Ақнұр ұн еле. Ақнұр ұн еле деген сөйлем берілген. Бұл сөйлемді дәптерге әдемілеп жазамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.